Достар, барлықтарына сәлем. Бүгін біздер балбарауынның 3-ші бөлімін үйреніп, балбарауынды толықтай аяқтайтын боламыз. 3-ші бөлімді үйренбес бұрын мен сіздерге 1 мен 2-ші бөлімді толықтай ойнап берейін, сосын бастаймыз. Үшінші бөлімге кетіп қаламыз. Екінші бөлімді аяқтағаннан кейін мына жақтан біздер 14-ші пернеге келеміз. 14-ші пернедегі міне 1, 2, 3, 4, 5, 6-шы нүкте. 6-шы нүктеге келеміз де бас бармақты ұмытпаңыздар, ойнаған кезде бас бармақ мынадан бірге жүріп отырады. Бір орында қалып қалмайды, яғни қысып алмаңыз бас бармақпен қысып алмаңыз ағашты үстінен, әйтпесе бас бармақ қалып қалады. Мына жақта былай ойнаған кезде бас бармақ қалып қалады. Міне, жоғары көтерілді ма, бас бармақ бірге жүреді. Төменге түсті ме, бас бармақ бірге түседі. Мына екінші саусақтың бойымен жүреді. Екінші саусаққа жерде, бас бармақ сол жерде жүру керек. Так, бастайық. Ең бірінші 14-ші перне. Бұлай ойнаймыз, бірінші ойнап бастайын. Ана бірінші бөлігі. Енді үйренейік. Ең бірінші 14-ші пернеге бұлай ойнаймыз. Деймізде ең соңғы қағысты 16-ға жібереміз. Бірінші саусақпен бай түсіп көтеміз. Одан кейін 17-ден 17-ні ойнаймыз, 16-ға ең соңғы қағысты ашып жібереміз. 16. Қайтадан 14, 16, ондан кейін 17, сосын 16. Одан кейін 19-ға 4-ші саусағымызбен барамыз. Мынаны 16-ны стоп тұрамыз. 19-ды жаңағыда ойнаймыз. Соңғы қағыс 16-ға кетіп қалады. Енді үшеуін қосайық. Біріншісі мынадай. Екіншісі 17-ден 16-ға. Одан кейін 19-дан 16-ға. Одан кейін 17-ден 14-ге барамыз. Одан кейін 16-дан 14-ге барамыз. Ашамыз. Енді қайтадан басынан бастап. 16, 17-ден 16-ға. 19-дан 16-ға. 17-ден 14-ге. 16-дан 14-ге. Ашамыз. Одан кейін жалғастырғанда біз дәл солай қайтадан түсеміз басындағыдай. 16, одан кейін 17-ден 16. 19-да тұрып қаламыз. 2 рет ойнаймыз. Енді бәрін қосайық. 16, 17, 16, 19, 16, 17-ден 14-ге, 16-дан 14-ге ашамыз. И қайттан 14-ден 16-ға, 17-ден 16, 19 тұрамыз. 2 рет ойнаймыз қағысты. 19 басқанда мен тек қана астыңғысын басып тұрмын, үстін еш нәрсе басып тұрған жоқпын. 2 рет мынаны ойнағаннан кейін сосын үстіне барамыз. Үстінде қолымызды былай созып, мына жерге дейін жеткізуіміз керек, 14-ке дейін. Барлығында бүйтіп қиналасыздар, басында жаңағыдай мына шығып кетуі мүмкін, ұстай алмауы мүмкін, былай. Сол кезде айтатыным, бас бармақты тік ұстаңыздар, қалай жетпей жатса да барынша соғысып, чаттау жасап істеңіздер. Дамытыңыздар, яғни растяжка дейді ғой, созылу жаттығуларын жасаңыздар жаңағыдай бүйтіп жоғары қарай. Бірақ қолыңыз барлығы қиналмасын. Иықтарыңыз, киіс әсіресе, то есть білек қиналмау керек.
19-да тұрсын, үшімен баса керек, 19-ды мынаны 14-ке қойымыз керек. Үстіңгі ішіктегі 14 мынау. Қайтадан мына жерден бастайық. Мынаны 2 рет ойнаймыз 19-да. Сосын мынаны созып 14-ке апарамыз. 19 тұрады, 14 тұрады. 14-тен 16-ға бүйтіп ойнаймыз. 16, міне 14-ті ойнадым. Сосын жерге 16-ға түсем, жоғары ойнаймын. Үстіңгі ішек болды. Барлығы үстіңгі ішекте ойналады қазіргілер. Тағы да 14, 16, одан кейін 17-ден 16-ға ойнаймыз. Екінші саусақпен 17-ні басам, и 16. И қосамыз бірге. 16, 17, 16. Одан кейін 17-ден 14-ке барамыз. 17, 14. Сосын барып 16-тан ашамыз соңында. Ашамыз. Басымыз 14, 16-ға барамыз. 17-ден 16-ға. Одан кейін 17-ден 14. Одан кейін 16-тан ашамыз. Тоқтамай ойнағанда былай болады. Одан кейін екінші рет қайталаймыз осыны. Сосын үшіншісінде біз 19 мен 19 басамыз да екі саусақпен. 19 мен 19 басамызда жаңағыдай қағыспен ойнаймыз. Сосын 14-ке кетеміз соңғы қағысында. Сосын 16-ға барамыз. И ашамыз. Енді басынан бастап. 14-тен бастаймыз. 16, 17-тен 16, 17-тен 14, 16 ашамыз. Қайттан қайталаймыз. Мына жерде 2 рет қайталадым. Одан кейін 19, 14-ке барамыз. Одан кейін 16 ашамыз. Сосын мынадай нәрсе ойнаймыз. 19 тұра береді сол орында. И былай ойнаймыз. 19, 16, 17, 17, 16, 14, 16, 16. Тағы көрсем. 19, 16, 17, 17, 16, 14, 16, 16. Егер де сандарды жаттау қиын болып жатса, дәптерге жазып алған дұрыс. Қайттан көрсетем. 19, 16, 17, 17, 16, 14, 16, 16. Енді барлығы үстіңгі жектен бастап қосайық. 14-тен бастап. И тағы екінші. 19-дан 14-ке. Одан кейін 16 ашамыз. Сосын жаңағы 19, 16, 17, 17, 16, 14, 16, 16. Ары қарай басаймыз. Ашамызда мынандай нәрсе ойнаймызға бірінші ойнап тастайын. Бұл жері негізі мына жерге ұқсайды, мына жерде ойнадық қой. Дәл сол сияқты. Мен ноталарды бірдей мына до, си, ля деп жағынайым. Мынада до, си, ля. Только біздер бірінші, тек мына жерде бірінші ашық ойнаймыз. Төменге 2 рет. Төмен, төмен, сосын жоғарымен қағыспен аны жауып қаламыз 17-ші перден. Сонда төмен, төмен, жоғары. Сосын екінші саусақпен 16-ны басамыз, төмен, одан кейін 14-ті жоғары, и 16-ны төмен жоғары ойнаймыз. Сонда төмен, төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Тағы да 0, 0, 17, 16, 14, 16, 16. Екінші рет ойнаймыз осылай. 0, 17, 16, 14, 16, 16. Тағы бір. 2 рет. Екінші рет. Үшіншісінде біздер мынаған барамыз. Бірінші 0, 0 дейміз. Төмен, төмен, 19 жоғары, төмен, одан кейін 14 и 16-ны төмен жоғары. Төмен, төмен, 19 жоғары, төмен, 14 и 16 төмен жоғары. Одан кейін төртіншісінде біз біріншісін қайталаймыз. Қайттан көрсетсем басымыз. Екінші рет.
ашамыз, төмен жоғары ойнаймыз. Сосын 19 төмен жоғары, төмен жоғары, 19 төмен жоғары, сосын былай та. Мына жерде үшінші саусақ 17-ні басып тұр, төмен ойнаймыз, 16-ны жоғары ойнаймыз, 14-ті төмен ойнаймыз, 16-ны жоғары, 17-ні төмен жоғары. Осылай та. Бір-бірден ғой. Ары қарай бас бармағымыз 14-ті басады, мына жақта 16-ны басамыз астында, и ары қарай былай жалғастырып кетеміз. Мұнда 16. Біз бұны екінші бөлімде ойнағанбыз, бірақ ол жерде 17-тен бастадық та. Ары жалғастырып кеттік. Бұл жерде де дәл солай, тек мына жерде 19-дан бастаймыз. Сосын мынау бар, 17-тен басталады. Ары қарай дәл солай қайталанып кетеді, екінші бөлімдегідей. 16-дан бастаймыз, 16, 14, 12, 14, 16, 16. Ары қарай көтеріп кетеміз. Осылай шыға береміз. Қалғанның барлығы қайталау ары қарай. Тағы да көрсем, басынан бастап ойнап шығам енді. Төмен жоғары ашық, 19 төмен жоғары, жаңағы әрі кетіп қалады. Егер екінші бөлім жаттаған болсаңыздар, білесіздер бұл жерде. Одан кейін әрі қарай мынаның бәрі қайталанады. Екінші төмен жоғары, 4 бәрін қайталайсыздар. Міне достар, бүгін балбыраунның 3-ші бөлімін үйреніп, балбыраунды толықтай аяқтадық. Егер де сіздерге сабақ ұнаған болса, лайк басып, және де комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Үйреніп жатқан адамдардың барлықтарына сәттілік, және де келесі сабақта көріскенше.